Өкшеңіз жарылып, жаздық, жеңіл, әдемі аяқ киіміңізді кие алмай жүрсіз бе? Онда видеоны соңына дейін көріңіз. Жаз уақытында өкшенің жарылып кетуі көптеген қыз-келіншектерде кездесетін жағдай. Жаздыгүні жалаң аяқ жүргеннен өкшенің терісі тілімденіп, жарылып кетеді. Оның қараған көзге оғаш көрінгені былай тұрсын, денсаулыққа тигізер зияны да көп. Тілінген, қиылған жерлерден қан жолдарына инфекция кіріп, түрлі ауруға шалдығу қаупі де жоқ емес. Ең алдымен өкше терісі неліктен қатты болатынын анықтайық. Негізі аяқ терісінде май бездері болмайды, сондықтан ол құрғақтыққа бейім. Сондай-ақ жүрген кезде аяқ үнемі қысымға түсетіндіктен терінің қабығы қалыңдайды. Өкше терісінің шамадан тыс жарылуының себебі әлдеқайда көп болуы мүмкін. Дұрыс таңдалмаған тар аяқ киім, артық салмақ, аяққа үлкен жүктеме түскендіктен, ортопедиялық мәселе, дәрумен жетіспеушілігі, әдетте А, Е және С дәрумендері, немесе тым құрғақ ауа. Әрине тағы бір себеп аяқ терісіне күтім жасамау. Аяғыңызға үнемі күтім жасап жүріңіз. Егер де подолог немесе дерматолог дәрігерге көрінсеңіз де, ол артықтық етпейді. Ол дәрігерлер мәселені шешуге бағытталған медициналық педикюр жасап, күтімді үйде қалай дұрыс жасау керектігіне кеңес береді. Өкшенің жарылуын емдеу. Жарылған өкшені емдеудің көптеген тәсілі бар. Бірақ бәрінің басты мақсаты қатқан теріні жұмсарту. Мұны аяқ асты ыстық суға булау арқылы қол жеткізуге болады. Және кеуектас арқылы қырып тастау. Тез қалпына келтіру үшін өкшеңізді қырып болғаннан соң міндетті түрде өкшеге арналған кремді жағып, осыны бірнеше күн қайталау керек. Екі ыдыстың біріне ыстық су, біріне салқын су құйыңыз. Бұдан кейін бір ыдысқа екінші ыдысқа адымдап, салқын суда аяғыңызды 10 секунд, ал ыстық суда 2 минут ұстаңыз. Контрасты ванна 10 минут жасалады және өкше жарылғанға ғана емес, шаршағанды басу үшін, қан айналымды жақсарту үшін және қан тамырларының қабырғасын қатайту үшін өте пайдалы. 2 литр ыстық суда жарты шай қасық минералды сабын мен үлкен қасық ас содасын араластырыңыз. Аяғыңызды осындай ваннада 10 минут ұстаңыз. Кейін кеуектаспен жарылған жерін ақырын үгітіңіз. Жалпы мұндай процедураны аяққа зиян тигізіп алмау үшін маманнан кеңес алып алған жөн. Өкшенің жарылуын емдеу үшін сабынды содалы ваннаны 10 күн бойы жасайды. Ал келесі курсты тек 4 аптадан кейін ғана жасау керек. Себебі өкшеңіздің терісі жұқарып, тіпті тесіліп кетуі мүмкін. Бүгінде дәріханаларда және косметика сататын дүкендерде өкше терісін жұмсартатын арнайы препараттардың түрі сатылады. Мұндай құрамдар көбіне арнайы рецепт бойынша жасалады және өкшеге жатар кезде жағылады. Бұдан кейін мақта мата шұлық киіліп, ал таңертең жуылып тасталынады. Өкшеге арналған кремдер қол жетімді, оны кез келген косметикалық дүкендерден сатып алуға болады. Бірақ міндетті түрде оны жақпас бұрын аяғыңызды жібітіп, өкшеңізді қырып, содан кейін ғана жағасыз. Сонда ғана нәтижелі болады. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.